Путин оқтан қорғайтын кеудеше киеді, ал оның несеп нәжісі арнайы шабаданға салынып әкетіледі. Бұл туралы бірнеше басылымның материалында айтылған. Мысалы, The Moscow Times газеті оны іс-шараларда жақыннан көрген адамдардың сөзіне сүйенген. Айталық, мына видео 9 мамырдағы шеруде түсірілген. Онда Путиннің пальтосының ішінде оқ өткізбейтін кеудеше бар дейді көрген білгендер. Газет Путиннің қауіпсіздік қызметі жақында Словак премьер-министрі Роберт Фицо жараланғандай оқиғалардан қауіптенетінін жазған. Басылым тілшілері Путинге тағы кімдерден қауіп төнуі мүмкін екенін де жазыпты. Мысалы, Гаагадағы халықаралық қылмыстық соттың Путинді тұтқындауға ордер бергені және радикал исламистердің шабуыл жасау ықтималдығы оған қатер төндіріп тұр екен. Ал 2 жыл бұрын бақ зерттеулерінде ФСО қызметкерлері Путиннің несеп нәжісін арнайы чемоданға салып, Ресейге алып кететінін жазған болады. Мұның себебі Путиннің денсаулығында кінәрат бар жоғын жасыру дейді тілшілер. Маңызды, күмәнді деп танылған видеоларды әшкере деген телеграм арнама салып қойдым, сілтеме профилде.